Міне, көктемде келді жарқырап. Мен Жауғаштыға келгеніме 15 күн болыпты. Түрмеде 5 май 2020 жылы күні ертеңгі сағат 9-да этап деген суық хабар үріккендей болдық. Артқа кетер жол жоқ. Жанын жар жылайды. Бірақ ешкімге білдіргін келмейді. Себебі бәрі сен сияқты өз басындағы уайыммен. Сол үшін мен өзімді еркін ұстауға тырыстым. Әр камерадан әйелдер ала дорбаларын көтеріп, темір есік сарт-сүрт ашылып жабылып жатыр. Жеке талас, үрей, келесе енді біз шығармыз дегендей үн шығармай қалған әйелдер. Белгісіз бір тыныштық. Біздің бөлмеден 2 әйел жиналдық. Ала сумкамыз дайын. Үйге кетер жол тек қана Жауғашты. Сол үлкен сенімен сені алға жетелейді. Менмен бірге камерада жатқан әйелдің аты Айжан. Өте таза жан. Есепші болып жұмыс жасаған. Бастығы осы кінәлі бас есепші деп Айжанды байбақты 7 жылға қаматып отыр. Мен болсам оған қайрат берем. Алланың сыны бәрі жақсы болады деп. Топырлап 3 этаждан әйелдер 2 этажға жиналып, бәріміз 6 әйел. Уағыр қызы Мадина, еркек қызымыз Жаннұр, аяға ауыр Жанел деген жас келіншек. Тағы бір қыз Әсем, ол Жауғаштыда отырған әйел. Тағы куәгер ретінде түрмеге шақырған екен. Төменге түскеннен кейін, бірімізден кейін біріміз ол жақ қалай деп сұраудамыз. Бәрі жақсы, тек қана өздеріңіз тыныш жүрсеңіздер болды дейді. Бәріміздің көзімізде үрей. Темек тартатындар қайта-қайта темек тартып. Әйтеуір бір кезде Вайла мен тағы бір қыз, яғни түрмеде жұмыс жасайтын, бізді бірімізден кейін бірімізді тіндей бастады. Салып шығарып ала дорбаларымызды алайда бұлай қарап ішін тінтіп алтын шығатындай тексеруде. Әйтеуір 2 сағат уақыт өтті. Қайта жиналдық. Содан біздің ара дорбаларымыз өтті. Одан өзіміз іші тарланған машинаға тиендік. Дала қапырық. Темір машина, ішінде ауа жоқ. Мен кіре сала есік жақтағы бөлмеде отырамын дедім. Бізді отырғызды. Конвоирлар мақұл деп ұрсып, темір есіктер, қақпалар ашылып жабылып жүріп кеттік. Ең соңғы қақпа. 3-ші бастық келіп, мына кісіні ішке отырғызыңдар деп бұйырды. Машинаның төбесі азғана ашылады екен, ауа әрең кіріп тұр. Мені 5 әйелдің жанына кіргізді. Сендерге осы керек дегендей. Темір машина бізді алайда бұлай соғып ала қашқандай болды. Адам емеспіз бе? Өзімізді алдап әйтеуір қысыр әңгіме айтып отырмыз. Жан-жаққа қарап келемін. Жүрегім айналғандай болды. Бақыт, мен жаман болып отырмын дедім. Мен есік аша алмаймын ғой деді. Әйтеуір бір кезде есімді жинасам, мені есік жаққа отырғызыпты. Үсті басым су. Ей сорлы, сорын аққан дедім өзіме. Есімді шала жинағанда келдік деді. Сыртқа дәретке шығамын дедім. Мені сол баяғы Бақыт сыртқа алып шықты. Одан кейін дәрігерлер келіп біздің аузымызды тексере бастады. Коронавирус деген аурудың келгеніне 3 ай уақыт өтті. Оны жарты сағат сайын жаңалықтардан естіп отырмыз. Ел аман, жұрт тыныш болса екен. Одан бізді карантин деп жазылған көк қақпаға кіргізді. Мен әлі меніреп тұрмын. Есімді әрең жинадым. Бұл жерге келген сонда бізді ішке кіргізтіп тінтей бастады тағы. Үлкен ала дорбаларын әйелдер әрең сүйреп әкетіп жатыр. Мен болсам, дорбам түгелі өз-өзімді әрең көтеріп жүрмін. Ойбай, мынаған обал болды ғой деп жатқан бір жан жоқ. Әркім өз-өзімен. Мені бір ұзын бойлы орыс әйел қарады. Оның жұмысы ғой. Дорбамды әрі шашты, бері шашты, әйтеуір мынау болмайды деп, біраз киімдерімді қоймаға жібертті. Әрең дегенде есімді жинағандай болдым. Көк үй, ауылдағы үйге келгендей болдық. 6 әйел 2 бөлмеге бөлініп орналастық. Менің атым Жұпар деп әдемі әйел өз-өзін бізбен таныстырды. Жұпар бұл жерде 4 жылдан бері жұмыс жасайды екен. Кербес сұлу қыз. Вабаханның немересі болып шықты. Ол әйел біз сияқты сотталған екен. Мен біреудің өмірі туралы оның жаза алмаймын. Әр кімнің тағдыры әр түрлі. Кемедегі
кемедеген жаны бір дегендей, жұпар көмекшісі Жанна деген қызбен таныстырды. Мен оны бірінші рет көрген кез еркек сияқты болып көрінді. Өзінің даусы да еркектікіндей екен. Түрмеде ондайлар кездеседі дегенді естіген едім. Естіген бір бөлек, көзбен көрген өте қиын екен. Өте жақсы ақкөңіл қыз. Жастай жетім қалған екен. Өмір деген өте қиын ғой. Ол да өз өмірімен, өз тағдырымен жүрген қыз. Ол қыздың туған күні 8 май 20 жылы болды. Сол күні бізді телефонға алып шықты. Мен ханыма телефон соғып едім, жұмыста болуы керек, алмады. Сая кенже қызыммен сөйлестім. Ол маған 11 мамыр келеміз деді. Әйтеуір ол да бір үлкен медеу. Содан күн артынан түн келіп, уақыт шырлап өтіп жатыр. 11-і үйден адам келмегеннен кейін уайымдадым, не болды екен деп. Ертесі Аннадан Саяға сөйлесіп берші дедім. Телефонға бардым, қызыңыз 10 күні келем деді. Айтқандай, Сая мен ханым келген шығар. Бәрін алып келіпті. Мәре-сәре болып қалдым. Бізді осы жерге зорлап әкеп тастағандай болдым. Кеше жұма күні 14 мамыр 20 жылы бізді әкімшілікке апарды. Ол жерде барсақ 30-дан асқан әйел өшіп тұр. Бәрі біз сияқты киінген. Олардың тегі, аты, әкесінің аты жазылған